Баршаңызға ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай түскі асқа өте дәмді, жеңіл, тез дайын болатын тамақ әзірледім. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Дәмі өте ерекше болып шығады. Бар болған 20 минутта дайын болады. Картоптарымыз солонка етіп турап аламыз. Тауық еті, шампиньон жоқ болса қажеті жоқ, пияз, сонымен қатар дәмдеуіштер қажет болады. Табамызға сұйық майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызған майымызға пиязымызды турап салып, қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде описанияға қажетті заттарды жазып қоямын, сол жерден қарап жасап көріңіздер. Онан кейін шампиньондарымызды осылай қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Оның үстіне тауық етімізді салып, тағы да қуырып алатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Бізде тауық еті жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне дәмдеуіштерімізді саламыз. Кез келген дәмдеуіштеріңізді сала берсеңіздер болады. Менде паприка және де осындай тамақтың дәмін келтіретін приправа болды. Соларды салып жасап жатырмын. Тұзымызды, бұрышымызды да саламыз. Жақсылап араластырамыз. Онан кейін солонка етіп туралған картоптарымызды салатын боламыз. Кез келген формада тура берсеңіздер болады картошканы. Мен өзіме ыңғайлы болу үшін осылай турап алдым. Достар, каналыма қолдау білдіріп отырыңыздар. Каналымды жақындарыңызға, туыстарыңызға бөліп, таратып, каналыма қолдау білдіріп отырсаңыздар, алдын ала рахметімді айтамын. Осылай арасында бұрышты да салып жібердім. Баяу отта 20 минутта пісіріп алатын боламыз. Аз ғана су құямыз үстіне. Қақпағын жауып пісіріп алатын боламыз. Бізде картошкамыз өте дәмді болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бетіне укроп, кинза, петрушкаларын сеуіп жібердім. Дәмі ерекше болып шықты. Аз болсын жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.